Бір үйдің жалғыз қызымын. Менен кейін жалғыз бауырым бар. Ата-анам бізді елдің алды етіп өсірді. Әсіресе мені. Ешқандай қыздар мені ұнатпайтын. Меніңше, менің тәкаппарлығымнан мені ешкім ұнатпайтын. Ата-анам беделді кісілер болды. Үнемі қызмет бабымен алыс жақын елдерде сапарда жүретін. Ол кезде мен мектеп оқушысымын. Бірақ үйде жалғыз қалсақ та ешқайда қаңғырмайтынмын. Өйткені ауылдасыма қатты ғашық едім. Ол менімен құрдас еді. Бала махаббат қой. Бірақ киген киімін, жүрген жүрісін көріп, бірден онымен сөйлескім келмей қалатын. Мен есік алдының шөбін жұлып көрген қыз емеспін. Нашарлау тұратын ауылдың келіншектері келіп, жинап, шөптерімізді жұлып бергені үшін ақшасын төлейтінбіз. Мінезім өте нашар болды. Әбден ата-анамның менің айтқанымды істеп шыр көбелек жүгіргендеріне үйреніп қалыппын. Бірақ мектепте үздік едім. Жақсы оқитынмын сабақты. Білім грантын ұтып алып, Астанаға оқуға түстім. Тәкаппар, қырсық мінезіммен жоғары оқу орнында да ешқандай қызбен құрбы бола алмадым. Бірақ жалғыз группаласыммен сөзіміз жарасты. Мүмкін жерлес болғандықтан шығар. Сабағымды өте жақсы оқыдым. Соңымнан жүрген жігіттер өте көп болды. Жүрдім де, сүйістім де, бірақ қырсық мінезім жігіттерге ұнайтын. Болмашы нәрсеге тартысып, сөз таласып қалсақ та, мен қырсық қарамай, жалынған сайын қырсығып кешірмей кетіп қалатынмын. Талай жылап қасыма келді. Мен болсам кешірмедім. Әттең, солардың көз жасы шығар менің бақытсыздығым. Маған тек мені еркелетіп, менің айтқаныма көне беретін жігіт ұнайтын сыңайлы сол кездерде. Солай жасым 24-ке келгенде таңдап тазыға жолықтым. Бұл өмір маған Алланың берген сынағы еді. Мен тұрмысқа шықтым. Ешкім зорлап мені тұрмысқа берген жоқ. Құлақпен сүйіп қалдым. Тәтті сөздермен, бағалы сыйлықтарға алданып қалдым. Өзімнен 4 жас үлкен жігіт мені қарамағына түсірді. Беделді жұмыста органда істейтінмін ол кезде. Солай пәк болып тұрмысқа шықтым. Барған жерім кәдімгі ауыл. Мен өмірімде ошаққа тамақ істеуге болатынын, ыстық нанды үйде жабуға болатынын сол кезде көрдім. Бірақ барған күнімнен жігітімнен көңілім қалды. Өйткені ол маған көңіл бөлмеді. Ақтөсекте мені аялап, махаббат сыйламады. Мен ыстық құшақты сезініп, махаббатты сезіне алмадым. Мен ол үйге жай ғана қызметші сыңайлы барған сияқты едім. Қолмен кір жууды, газге су жылытып, үйдің ішінде шомылуды үйрендім. Үйде сиыр сауып, құрт жасауды да үйрендім. Бәрін үйрендім, көндім, тек махаббатты сезіне алмадым. Жолдасым жұмысының ауысуына байланысты Астанаға көшіп кеттік. Ол жақтан ең арзан деген пәтерді әрең тауып орналастық. Менің жұмысқа орналасуыма оңай болған жоқ. Жалақым өте аз. Жолдасым той жасаймын деп несие алған екен. Соны төлеп, пәтер ақыны төлеп қалған ақшаны үйге тамағымызға жеткізуді де бізге өмір барлығын үйретті. Ақшаның қадірін білдім. Нанның қадірін сол кезде білдім. Көзім енді ашылғандай болды. Бірақ ата-анама ешқашан білдірген емеспін. Айтсам, ата-анам маған үй алып беруге қауқары жетіп тұр. Жолдасым мінезі ашық, жарқын. Маған бір қабағын шытқан емес. Не айтсам, соны орындап жүгіріп жүреді. Ол да үйінің кішісі. Алдында 2 әпкесі, бір ағасы бар. Мен ауырсам қасымнан табылатын. Бірақ мен оны сүймеймін. Бізде төсек қатынасы жоқ деп айтуға болатын еді. Бір-бірімізге деген ыстық сезім, ынтықтық жоқ еді. Күліп ойнап тамақ жеп боламыз, бірақ төсекке жатқанда екеуміз екі жаққа қарай жатамыз. Әріптес құрбыларым күнде күйеулерімен қалай қосылғанын айтса, сүйсініп қарайтынмын. Неге бізде жоқ екен деп ойлайтынмын. Жолдасым айтсам, жұмыстан шыға сала саған ынтығып келем де, сені көрсем, сенімен боғым келмей қалады дейтін. Ол сөзді маған есту өте ауыр еді. Мен қанша әсемденсем де, қанша киінсем де, ол менімен болғысы келмейтін. Бірақ ешкім менде жүрмейді. Түзу барып, жұмысынан уақытылы қайтатын. Бір тойға немесе отырысқа барсақ, үнемі мені әдемі етіп қасына ертіп алатын. Міне менің келіншегім деп мақтанатын. Жолдастарының келіншектерінің бәрі 2-3 баладан туған соң ба, әбіржіп шаршап қалған. Достары маған үнемі қызығатын. Бірақ мен қанша әдемі болып жүрсем де,
әйел ана бақытын сезіне алмадым ғой. Соңғы кездері көп ұрсатын болдық. Мен жылап алатынмын, неге баламыз жоқ деп. Ол ішпейді, шекпейді, мінезі жап-жақсы. Тек бала мінезі бар еді. Отырған жерде үнемі түртіп аяғын шымшып отыратынмын. Тексеріліп те көрдік, менде бәрі жақсы, ақау жоқ. Бірақ жолдасымды көп емдеу керек екен. Дәрігерлер солай айтты. 3 жылдан аса емделді, еш нәтиже болмады. Үнемі ұрсып қалсақ, енді ол маған тіпті қарамайтын шығарды. Біз бір-бірімізден қатты суып кеттік. Аяғыммен шаршағанымды, оны сүймейтінімді, кеткім келетінін айттым. Ол мені жұбатудың орнына өзі шығарып салды. Мен солай төркініме қайта келдім. 3,5 жылдан кейін төркініме келгенде әкем де анам да құшағын жая қарсы алды. Қызым, сенің қайтып келеріңді сезген едік, деп өксіп жылап алды. Іштері күйіп жатқанын сездім. Ата-анамның қасында қандай бақытты едім. Бұл қуанышым 3-4 айға ғана созылды. Мен шынымен ата-анам болса да, әлі өзімді жалғыз сезінемін. Менен кейінгі інім бар, ол үйленіп, қызды болды. Бауырымның қызын сүйіп еркелетіп аламын. Ал кеш батса, бәрі бөлмелеріне кіріп кетеді. Ал мен жалғыз қаламын. Жолдасым артымнан іздеп келмеді. Ол да сүймейтіні рас екен. Осы ВК-дан неше түрлі страница ашып, мені тауып алады, бірақ хабарласуымды өтінеді. Хат жазады, нөмірімді сұрайды, бірақ өзі маған келмейді. Анасы ырымын жасап бір келіп кетті. Осылай жалғызсырап жүргенде сол баяғы алғашқы махаббатымды кездестіріп қалдым. Шынымен махаббаттың тылсым күші бар екен. Оны көріп құшақтап жылап алдым. Оның қалтыраған қолдарын ұстап, әбден өксіп жыладым. Оның да біраз жыл бұрын үйленіп ажырасқанын сырттай естіген едім. Ол да жалғыздықтан жабырқап жүргенін айтты. Солай күнде кездесетін болдық. Үнемі жұмыстан үйге алып кеп тастайды. Бір қолы рульде болса, бір қолымен менің қолымды ұстап отырады. Мен шынымен бақытты, махаббатты қайта сезінгендей болдым. Осылай 3-4 ай кездесіп, сезімге беріліп, біз некесіз бір рет жақындасып қойдық. Алланың өзі кешірсін, некесіз болғанға шайтан араласты ма? Бәлкім мен төсек ләззатын алғаш сезіндім. Ол рахатты да, сүйгенімнің денесінде ұмыта алар емеспін. Ол темекі тартады. Мен ол жігітті сүйгенім соншалық темекі тартқанына да сүйсініп қарап отырамын. Оны жоғалтудан қатты қорыққаным соншалық әркімнен бір қызғанамын. Оның адал екенін білсем де, болмашы нәрсеге ұрыс шығара беремін. Оны жалықтырып алған сияқтымын. Мінезімді дұрыстай алар емеспін. Оның үй іші мені біледі. Үйлендіреміз деп отыр. Менің анам да біледі. Бәрі шынайы. Бірақ мен болмашыға оны кінәлап, ұрыс іздей беремін. Өз-өзімді түсіне алар емеспін. Бірінші күйеуімнің мамасы мен жұмыс істейтін мекемеге келіп кетіп жүр. Түсінбеймін неге келіп жүргенін. Менің кабинетімді де сұрапты. Есігімнің алдына келіп біраз тұрып кеткенінде көргендер бар. Мені баласына қайтарғысы келіп, ескішілік істеп жүрген жоқ па екен деп қорқып отырмын. Өйткені мен соңғы кезде күйеуімді қатты сағынып жүрмін. Жігітіме жаңа хабарласып, мені мазалама деп ұрыстым. Өзім де білмеймін неге олай айтқанымды. Бәлкім мені бұрынғы енем шынымен де дуалап алған шығар. Ал жігітім маған шынымен хабарласпай кетсе, не істерімді де білмеймін. Күйеуімді де сағынып, болмашы қорқынышты түстерді көріп жүрмін. Негізі мен күйеуімді сүйген емеспін, бірақ неге мұндай түстер көріп, неге үйге қайтқым кеп жүргенін білмеймін. Өз-өзімді түсіне алар емеспін. Қатты ашуланшақ болып кеттім. Негізі дуа дегенге сене бермейтін едім. Молдаға оқытылмай, ойымды қалай тазаласам екен? Ақыл айтыңыздаршы.